Сәлем достар, сендермен бірге факт кездеріңізді. Бүгінгі видео сарматтар жайлы болмақ. Видео бастамас бұрын арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Сарматтар, яғни савраматтар. Алғашында біздің заманымыздан 8-ші ғасырда савраматтар деп аталған екен. Біздің заманымыздан бұрын 7-4 ғасырларда Жем өзеніне дейінгі аралықты мекен еткен. Массагеттер тайпаларының бір бөлігінің ыдырауынан пайда болды. Грек, Рим тарихшылары Диодордың, Плиний мен Полибийдің еңбегінен сарматтардың құрамына Роксолан, Ниязыт, Аорс, Сират, Алан тайпалары белгілі. Скифтер мен савраматтар біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырға дейінгі достық қатынаста болды. Ал енді археологиялық деректерге зер салсақ, сарматтардың көп бөлігі қайтыс болған адамды өртемей жерлеген. Қарапайым қауым мүшелері қабірінің үстіне аласа оба тұрғызылды. Немесе өзге кезеңдегі емділерге жерледі. Сарматтар қайтыс болған марқұмды жерлер алдында жауынгер тәрізді киіндірген. Әйелдер де осы ғұрып бойынша жерленді. Мәйіттің қасына темір ақинақтар, қанжарлар, яғни қылыштар қойылды. Сонымен қатар тері қапты тапқан. Жайық пен Елек өзендерінің арасында кездесетін Ақсүйек көсемінің қабірі үстіне үлкен оба тұрғызылған. Ол Филиппов обасы деп аталған. Биіктігі 7 метр, диаметрі 120 метр. Өкінішке қарай оба ертеде тоналған. Сарматтарда қой тұйықтың негізі түрі болды. Оны табылған сүйек қалдықтары дәлелдейді. Бірақ та қойдан басқа жылқы мен түйе де өсірді. Кейбір обалар үйіндісінде кездесетін ағаш дөңгелектер күйме жасайтын күймешілердің болғанын айқындайды. Маусымдық жайылымға көшіп қону мүмкіндігі бар сарматтар өз мүліктерін арбамен тасымалдады. Ал қыш ыдыстарға қымыз немесе шұбат құйылған. Бір қабірдегі ыдыстан қойдың ұсақ сүйектері табылды. Болжам бойынша өліктің туыстары мәйіттің қасына сорпа қалдырған болу керек. Негізі саврамат тайпалары жайлы деректер аз жазылған. Сол себепті біздің мәліметтеріміз аз деп ойлайтын шығарсыздар. Сонымен қатар өртенген ағаш құрылыстың қалдықтарынан қару-жарақ, ат әбзелдері табылды. Қабір шұңқырының оңы мен солында алтын жапырақшалармен апталған 5 ағаш бұғының мүсіні қойылған. Кіреберістегі орақ тәріздес 4 темір зат алтынмен қапталған. Ал бұл қыш құмыралар. Негізі саврамат тайпалары жайлы деректер аз жазылған. Сол себепті біздің ақпараттарымыз сіздерге аз болып қалуы мүмкін. Еңбегімізді бағалап лайк басып өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Бүгінге осы. Ендеше сау болыңыздар.